Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай кәріс салатты морковчаны ешқандай чим-чимсіз, зиянды ингредиенттерсіз дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алдымен осындай 500 грамм сәбізді жуып тазалап дайындап аламыз. Сонымен қатар бізге үкіштің дәл осы түрі қажет болады. Басқа күнделікті қолданатын үкіштің ірі көздері жарамайды. Сәбізімізді дәл видеода көрсетілгендей оның бүкіл бойымен өткізіп шығамыз, яғни басынан аяғына дейін. Осындай ұп-ұзын болып шығуы тиіс. Басқа күштен өткізгендегідей етіп осылай сырып тез-тез жасауға болмайды, себебі қысқа болып шығып қалады. Сондықтан да осылай ерінбей ұзыншақ етіп өткізіп шығамыз барлығында. Мінекей, мен барлығын өткізіп алдым. Міне қазір осы сәбіздің көлеміне мән беріңіздер. Қалай кішірейтінін өздеріңіз көресіздер. Көпшілігі сәбізді қолмен сығып, мыжғылап жатады. Ол дұрыс емес. Негізінен тұз өз жұмысын жасайды. Сәбізді өзі жұмсартып, кішірейтеді. Тек қана алдымен тұзымыздың өзін дәміне қарай сеуіп, 15 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Сонда ол тұз өз жұмысын жасайды. Мінекей, тура 15 минут өткеннен кейін сәбізіміз осылай жатып, көлемі кішірейіп, жұмсарын қырады. Енді қантымызды саламыз. Қантымыздың мөлшері тұзымыздың мөлшерінен 2-2,5 есе көп болуы тиіс. Енді осындай кристаллик деген болады. Қытай тұзы деп те аталады, түрі осындай. Осыдан да қосамыз. Бұны қоспасаңыздар да болады. Негізінен қосса дәмі керемет болып шығады. Осы екеуін қосқаннан кейін жақсылап барлық жеріне тиетіндей етіп сәбізімізді араластырып аламыз. Енді уксус 70%-тігін жарты шай қасық қосып, онда жақсылап араластырамыз. Енді кориандр, міндетті түрде кориандр қосамыз. Ащы бұрышымызды және де паприкамызды түс беру үшін қосамыз. Қараңыздар, егер де ащы болғанын қаласаңыздар, жгучий острый перец деген болады. Содан кішкене ғана қосасыздар, көп қоспайсыздар онда да. Егер қаламасаңыздар, тәтті қызыл бұрыш бар, соны қосасыздар. Және де паприкамызды осы қызыл бұрыштарымыздан міндетті түрде 2 есе көп қылып қосамыз. Оның ешқандай артықтығы болмайды. Және сарымсағымызды қосамыз. Осы сәтте көк жуа, қандай да бір аскөктеріңізді қосып жіберсеңіз болады, болгар бұрышы деген сияқты. Мен ешқайсысын қосқан жоқпын. Және де ыстық қайнап тұрған майымызды құйып жібереміз. Барлығын жақсылап сәбіздің бар жеріне баратындай етіп араластырып аламыз. Мен барлық дәмдеуіштердің мөлшерлемелерін видеоның астында описание бөлімінде міндетті түрде қалдыратын боламын. Дәл сол мөлшерлемемен қоссаңыздар, сіздің салатыңыз міндетті түрде идеальный болып шығады. Қараңыздар, қалай сөлі бөлінген сәбіздің өте керемет болып шықты. Енді иісі бүкіл үйді алып жатыр. Дәмі сондай керемет, тәбет ашарлық. Бәрін араластырып алғаннан кейін айтуды ұмытып кетіппін. Жарты сағаттай тоңазытқышта тастаймыз. Көп ұстаса бетін жауып, дәмі сіңіп керемет болып, сәбізде жұмсарып керемет болып шығады. Енді тұзы, тәттілігі барлығы енді дәл болып тұр. Ешқандай ешнәрсе жетпей тұрған жоқ, не асып кетіп тұрған жоқ. Дүкенде дайын сатылатын ішінде әртүрлі химикаттары бар, қоспалары бар чим-чимді сатып алып жасағанша дәл осылай жасасаңыздар өте оңай, барлығы қолдан табылатын, үйде табылатын заттар. Кәріс салатын жақсы көретін болсаңыздар, осылай жасаңыздар міндетті түрде. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.